Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай сочный, мощный кәуап дайындаймыз. Ол үшін бізге 7-8 кг тауық еті, 6-7 дана пияз, майонез, приправа для шашлыка, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қажет болады. Енді тауықты таңдаған кезде тауықтың артқы бөліктерін, яғни аяқтарын алып, осылай орташа лау қылып турап аламыз. Ендігі кезекте пиязымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Сіздерде блендер болса, блендерден өткізіп алсаңыздар болады, бірақ қатты майдалауға болмайды. Енді туралған пиязымызды етімізге қосамыз. Ендігі кезекте қара бұрышымызды жақсылап қосамыз, одан кейін қызыл бұрышымызды қосамыз. Содан соң приправа для шашлыка міндетті түрде қосамыз, себебі шашлығымызға керемет дәм береді. Дәмдеушімізді қосқанда мен секілді осылай қолымызбен езіп салсақ, дәмдеуштің барлық дәмі шығады. Мен осылай алақанымен 2 уыс салдым, көз мөлшерімен. Сіздер татымына қарай, біреулер көп жақсы көреді приправаны, біреулер орташа жақсы көреді, саласыздар. Ендігі тұз саламыз. Тұзды 2 ас қасық тұз салынады. Мен қолыма салдым. Тұзды да видеодағыдай қолыммен езгілеп салып жібердім. Енді кезекте майонезімізді қосамыз. Мен мұнда 35% майонез қолдандым. Қатты майлы болмайды. Енді араластырып, жақсылап маринадтауға 1,5-2 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Мінекей 1,5-2 сағатымыз өтті. Тауығымыз әбден бойына барлық тұзын, ингредиенттерін сіңіріп, дайын болды. Мен осындай барбекюге арналған құралды пайдаланамын. Тауықты алдымен салмас бұрын 1 рет араластырып аламын. Енді видеодағыдай тауықтардың барлығын тізіп саламын шашлықтың. Шашлықтың арасын жақын етіп сала берсеңіздер болады, себебі піскен кезде олардың арасы ашылады. Мінекей әдемі қылып тізіп қойдым. Осы барбекюда осылай жауып, енді отқа пісіруге кеттік. Енді осы видеодағыдай дәл осылай пісіреміз. Сәл қызартып, аударып отырып, 2 жақтан пісіреміз. Сол кезде арасын барлығы да пісіп шығады. Өте сочный, балғын, сондай дәмі ауызда еритін керемет шашлык дайын болды, достар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кәуаптың сезоны ашылды. Жасап көріңіздер, достар. Ас болсын, көріскенше.